Бастауыш сыныпта қолданылатын тиімді цифрлық платформалар. Бұл FET симуляциялары. Оқушылар электрондардың қозғалысын қауіпсіз және көрнекі зерттей алады. Мынау тоқтың өту механизмі. Электрондардың қозғалысы көз алдыңызда. FET платформасы виртуалды тәжірибелер жасаға мүмкіндік береді. Қолдану жолын көрейік. Элементтерді осылай голограммада орналастырып, тізбектің жұмысын түсіндіруге болады. EducaPlay арқылы интерактивті ойындар құруға болады. Жұптау ойынын жасау үшін сөз бен суретті осылай байланыстырамыз. Дайын ойын осылай көрінеді. Оқушы жұптарды сәйкестендіреді. Той театр – математика мен тілдік дағдыларды дамытатын ойын платформасы. Осындай визуалды ойындар оқушылардың назарын шоғырландырады. Міне, сөз жұмбақ осылай жылдам жасалады. Оқушы үшін қызық әрі қолайлы. Құрастыру ойындары да осылай орындалады. Умайгра логикалық және шығармашылық қабілеттерді дамытады. Пазл элементтерін осылай 3D форматта құрастыруға болады. Шығармашылық тапсырмалардың визуалды мүмкіндігі кеңейеді. Бұл платформалар заманауи сабақтың алтын құралы. Бұл электр тоғының жұмысы. Балаларға түсінікті әрі қауіпсіз. Осындай ресурстарды қолдану бүгінгі білім берудің жаңа деңгейі.